Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Мұхтар Әуезов қазақтың ұлы жазушысы. Сабақтың мақсаты мәтіндерден деректі және дерексіз ат есімдерді, көптік мәнді есімдерді ажырата білу, жазбаша, ауызша жұмыстарда қолдану. Өткен сабақтағы жаңа сөздерді бір қайталап алайық. Ұлы, жазушы, қазіргі, үнемі, туралы, жайлы, балалық шағынан, қайтыс болуымен, еңбек, атты, 4 томдық, өнеге, тәрбие, өнеге алды. Оқылым тапсырмасы, 3-ші тапсырма, 17-ші бет. Атақты тұлғалардың Мұхтар Әуезов туралы пікірлерін оқы. Көптік мәнді есімдерді тауып, қазақ тіліне аудар. Дескриптор пікірлерді оқиды, 1 балл, көптік мәнді есімдерді қазақ тіліне аударады, 3 балл. Жазылым тапсырмасы, 7-ші тапсырма, 19-ші бет. Мәтінге жоспар құр, 4-ші тапсырма. Құрылған жоспар бойынша тірек сөздерді анықта. Жазылым тапсырмасы бойынша дескриптор мәтінге жоспар құрады, 3 балл, тірек сөздерді табады, 3 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар.